Мәруа Қайыржанқызы 1950 жылы 14 шілде күні Жаңарқа ауданы Алғабас бөлімшесінде дүниеге келеді. Бақытты балалық шағын туған өлкесінде өткізді. Алғаш мектеп табалдырығын аттап, 1967 жылы Қарағанды облысы Жаңарқа ауданында орналасқан Ленин атындағы қазақ орта мектебін тәмамдап шығады. Осы уақытта спорт шеберлігіне үміткер болып, республикалық жарыстарға қатысты. 1968 жылы Қазақ СССР құрамасына алынды. Тәжікстанда өтетін халықаралық жарысқа қатысып, спорттың жеңіл атлетика саласы бойынша спорт шеберлігіне кандидат атағын қорғады. Кейіпкеріміз 1968 жылы бұрынғы оңтүстік Қазақстан облысының тумасы Асылхан Құлмахановпен танысып, шаңырақ көтереді. Ол өзінің еңбек жолын Жартытөбе елді мекені Аққолтық ауылындағы Шоқан Уәлиханов атындағы орта мектебіне бастауыш сынып мұғалімі болып орналасумен жалғастырды. Мектепте еңбек ете жүріп, өз білімін жетілдіре түсуді мақсат етіп қояды. Нәтижесінде Шымкент қаласында орналасқан Мұхтар Әуезов атындағы педагогикалық университетінің математика мамандығын сырттай оқып бітіреді. Ұстаздық деп аталатын екі мамандықтың жолын қалап алған жан, педагогика саласындағы озық қызметтері үшін 1993 жылы аға мұғалім атағын алады. Сонымен қатар, Орал қаласында өткен республикалық педагогикалық оқуда оқушыларды жекелей және топпен тәрбиелеу атты баяндамасы Ыбырай Алтынсарин атындағы ғылыми зерттеу институтының грамотасымен марапатталады. Республикалық мұғалімдер педагогикалық оқуының балаларға қазақ үрдісіндегі сабақ беру конкурсының жеңімпазы. Кентау қаласында өткен республикалық педагогикалық оқудың жүлдегері. Республикалық бастауыш сынып мұғалімдері арасында қазақтың салт дәстүрлерін оқушыларға үйрету тәжірибесі тақырыбындағы баяндамасымен бірінші орынды иеленеді. 1992 жылы облыстық жыл мұғалімі байқауының жеңімпазы болып ақбозат мінген және Ыбырай Алтынсарин атындағы медальдің иегері. Бірнеше дүркін аудандық байқаулардың жеңімпазы. Облыстық инновациялық әлеуметтік жобалар байқауының бірінші орын иегері. Арқа жерінде кіндік қаны тамып, Алла берген өнермен есімдері шартарапқа тараған жақсы мен жайсаңдар қаншама. Бірі өнері арқылы шарықтаса, енді бірі спорттағы ерекше жетістігімен таңдай қақтырады. Әрбір азаматтың атамекеніне арқа сүйейтіні ақиқат. Өйткені перзентті алға қарай туған елге, жерге деген сүйіспеншілік сезімі жетелейді. Туған жер тұғырың, туған ел қыдырың дегендей, сырт жақта жүрсе де, түп тамыры осы Жаңарқа өлкесінен шыққан Мәруа Қайыржанқызы дәл осындай жан. Балалық шағы Жаңарқа жерінде өтіп, тағдырдың жазуымен оңтүстіктің азаматымен көңіл жарастырған соң, барлық ғұмыры сол өлкеде өтеді. Өмірін спортпен, ұстаздықпен байланыстырған Мәруа апай қайда жүрсе белсенділігінің, білімділігінің арқасында сыйлы, беделді болды. Шалғай жүрсе де туған жерін бір сәт естен шығармай, Жаңарқаның қызымын деген сөзді мақтанышпен айтты. Білім саласының ардагері, Созақ аудандық әжелер алқасының төрайымы, Түркістан облысы Созақ ауданының құрметті азаматы, облысқа сіңірген еңбегі үшін медалінің иегері Мәруа Қайыржанқызы жайында айтылар әңгіме көп.